Итальяндық жиһазбен жабдықталған үй іздеп жүрген жандарға бүгін керемет обзор жасаудамыз. Северо-Восток мөлтек ауданынан 8 соттық жер телімімен 2021 жылы салынған осындай зәулім сарай үйіміз классикалық стильді обзор жасалынуда. Қараңыздаршы, кеттік, бірге тамашалайық. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын. Үй өте жоғарғы деңгейде салынған, таза күйген қыш, 8 соттық жер телімі. Мінекей ауласында көрсететін боламыз. Мына кірген кезде осындай кіре беріс, видеонаблюдение, төбе биіктігі где-то 3,5-нан асады. Осындай тамаша дизайнерлік ремонт. 2021 салынса да, үйіміз, байқап тұрсыздар, вообще тозбаған. Мынау әдемі, кірген кезде айна, гардеробная. Үйімізде 3 бірдей санторабымыз бар. Мынау біздің бірінші душевая, санузел, қонақтарға арналған әрбір санторабымыз. Мінекей кең осындай тамаша үлкен отбасыға әдемілеп арнап салынған үйіміз. Мынау баспалдағы екінші қабатқа, екінші қабатта 4 бірдей жатын бөлмеміз бар. Мынау бізде күнделікті отбасылық әрі кухня, столовая, островок, мінекей видеонаблюдение барлық жерде орнатылған, қымбат мінекей бренд техника, жиһазымыз да көріп тұрсыздар. Ар жағымызда рабочая тоже зона бір бөлмеміз бар. И және қазір қызықтың бәрі алда, бізбен бірге болыңыздар. Мынау холдағы ТВ зонамыз, отбасылық күнделікті отыратын. Барлық люстраларымыз, мінекей байқаңыздар, бәрі Италия, что в холле, что в зале. Ал мынау қараңыздаршы, бұндай зал ешқандай жер үйден таппайсыздар. 70 шаршы метрден тұратын, кез келген қонағыңызды күтіп жеретін, кәдімгі үйіңізде өзіңіздің готовый тойханаңыз бар. Қараңыздар, елестетіңіздер. Мына жиһаздың өзі, көріп тұрған жиһаздарыңыздың өзі 25 миллионнан тұратын почти 1-2 бөлмелі пәтер десек қателеспейміз. Осындай дайын обстановкасымен үй алам дейтін достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Бәрі таза бренд. Италия, әрбір стульямыздың өзі 450 мың теңгеден тұрады. Мына көріңіздер, 3 бірдей люстрамыз өте жарасымды залға көрік беріп тұр, жарық беріп тұр. Аллахым баршаңызға осындай үйлер жұғысты болсын. Енді біздің 4 бірдей жатын бөлмеміз екінші қабатта орналасқан. Мені байқасаңыздар, бұл жерде ешқандай артық площадь жоқ. Мынау баспалдақ. Ал мына баспалдақпен екінші қабатқа келетін болсақ, қараңыздар, бұл жерде де осындай белоснежный ремонтымен өте ухоженный үй. Бұл жерде бірінші этаждағы кіреберістің үсті осындай керемет балкон, панорамный терезелермен просто жабық, керемет көрініс трассаның бойында. Келешекте бұны бизнеске де ауыстырып жіберуге болады. Мынау біздің төбедегі балдарға арналған бірінші детская комнатамыз болып саналады, қарама қарсысында. Ал мына жерді көріп тұрсыздар, осындай тамаша холлымыз үлкен болғандықтан бір шетін спорт зал жасап қойған, екінші шетін осындай ТВ зонамен күнделікті кешке қарай жатар алдында демалып отбасымен отыратын холл бөлме. Мынау біздің, қараңыздар, принцессаларымызға арналған кең жатын бөлмеміз. Бұл жерде де терезесі аулаға қарайды. Мына жерде осы екінші қабаттың жуынатын бөлмесі. Қараңыздар, әрбір бұрышын осындай обдуманно жасап, өздеріне жасаған үй. Әрі душ, әрі ванная, сантораб, бәрі өз орнында. И бізде мына жерде ең қызығы осы үй егелерінің тамаша үлкен жатын бөлмесі, мастер спальня. Бұл жерде де қараңыздар, не деген қымбат роскошный спальный гарнитур. Бұны да при желании келістіріп қалдыруға болады. Мынау қараңыздар, жуынатын осы отбасылық душевая сантораб. Ал мынау осы отбасылық гардеробная. Осындай бар жағдай жасалынған тамаша үйді обзор жасаудамыз. Өте керемет локация, жолдың бойы, келешекте тұруға да, бизнеске де барлық жағдай жасалынған. Мынау біздің 4-ші жатын бөлмеміз болып саналады. Қараңыздаршы, аккуратный, бұл жерде де өзіне жарасымды жиһаз, 2 бірдей тереземіз аулаға қарайды. Енді кеттік, даланы обзор жасайық.
Ал ауламызға келетін болсақ, қараңыздаршы, 8 соттық жер телімі толық брусчаткамен төселінген, в круговую, өте тамаша классикалық стильді үлкен особняк, жидкий травертин. Алдымыздың бәрі осындай көгалдандырылған, елка, под газон дайындалынған жеріміз бар, және арқамызда барбекю зонамыз бар, хозпостройкамыз бар. И тағы да бір айта кететініміз, келешекте керемет бизнеске де айналдырып жүруге болады. Северо-Восток мөлтек ауданында дәл жолдың бойында осындай тамаша үй әрбір көрерменіме жұғысты болсын. Үй іздеп жүрген достарыңызға осы сілтемені жіберіп қойыңыздар. Сауапты іске қалайық. Баршаңыз, Құда қаласа, үйлі болыңыздар.